Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім. Сіздермен Гүлнұр, менің ас үй арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл қазіргі таңда хит болған, сонымен қатар отбасыма, балаларыма ұнаған дәл осындай печеньенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видео түсінікті болу үшін арнамнан алыстамай, дәл осы печеньенің жасалу жолын тамашалаңыздар. Құрамы қарапайым, жасалу жолы да айтарлықтай еш қиындығы жоқ. Дәл осы құраммен сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы 82% сары майымызды, шым тұзымызды және де қантымызбен дәміне қарай бір пачка ванилинімізді салып, миксеріміздің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Егер миксер болмаған жағдайда кез келген шаншқымен немесе венчикпен де араластырып алсаңыздар жарай береді. Майымызды осылай толықтай езіп араластырып алғаннан кейін үстінен бір дана жұмыртқаның ақ бөлігі емес, тек сары бөлігі ғана қажет. Осылай салып, оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Құрамы бойынша қосатын ұнымызды да міндетті түрде алдын ала електен өткізіп аламыз. Одан кейін еріген сары майымыздың үстінен осылай салып, келесі кезекте лопаткамыздың көмегімен жұп-жұмсақ, ешқандай қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Дайындап алған қамырымызды бірден кесіп, бөліктерге бөліп аламыз. Ең алдымен осылай домалақтап, одан кейін дәл осы қамырдан сопақша формаға келтіріп, яғни колбаски жасап аламыз. Мендегі бөлінген әр бөлігі кондитерлік таразы бойынша 20-22 граммнан шықты. Келесі кезекте әр бөлігін қолымыз арқылы алақанымызға салып, домалақ шарик жасап аламыз. Жасалу жолы ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, және де өз пікірлеріңізбен де бөлісе отырыңыздар. Сонымен қатар әлеуметтік желіде жақындарыңызбен де бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Дайындап алған тәттілерімізді осылай пергамент бумагасы төселген формамызға салып, қолымыздың көмегімен осылай қасықпен жүректің формасын жасап шығамыз. Ортасына өз қалауыңызша кез келген джем түрін қолдансаңыздар болады. Мендегі малинаның тосабы осылай жүректі формасына келтіріп алғаннан кейін ішін малинаның тосабына толтырып шықтым. Дәл осы тәттінің толықтай құрамы мен мөлшерін төменде жазба бөлімінде толықтай жазып қалдырамын. Дәл сол жерге қарап, сіздерде жасап көріңіздер. Осылай алдын ала қызып тұрған пешімізде, яғни 200 градуста 10 немесе 12 минут аралығында осылай тәттіміз сарғайғанша пісіріп аламыз. Әркімнің пешінің қызу деңгейі әртүрлі болғандықтан тәттімізді байқап отырып пісіріп алған жөн. Сонымен қатар менің арнамнан түрлі тәттілер мен сусындар, тағамдар мен түрлі пирогтардың рецебін таба аласыздар. Міне біздің 10 минутта дайын болған, құрамы өте қарапайым печеньеміз дайын. Мөлшері аздық етсе, жазбадағы құрамын көбейтіп, балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. 100% ұнайды деген ойдамын. Жасалу жолын соңына дейін қарап, менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видео рецепте жолыққанша сау болыңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.